Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 26 қазан 2023 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта ғылыми танымдық әңгімемізді жүргізіп келеміз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, ұрпағына деген аманаты. Аққа Құдай жақ деп қазақ атамыз айтқан. Қазақ атамыз айтып кеткен аққа Құдай жақ деген негізгі рухани тұжырымды анықтаманы іс жүзінде ақта Құдайға жақ деп қорғайтын кезіміз келді. Біз қазақ атамыздың осы бір ғана сөзімен қоғамымыздағы қаншама рухани, саяси, мәдени мәселенің барын айқындап ашып келеміз. Біз қазақ атамыздың үш тұжырымдық сөзі бар екенін сіздерге өткендегі роликтерімізде айтып кеттік. Сол үшін түгел ашық айтсақ, жер бетіндегі құлдықта отырған 5,5 миллиардтан астам адам ұйқыларынан шошып оянғандай болып, рухани бостандыққа шығатыны анық екеніне көздеріңіз жете бастаған шығар деп ойлаймыз. Осы алдыңғы ролигімізде біз сумаң айыр тілді, жылан тарғыл басты, биліктегі бүгінгі бөтендерді түгелімен рухани сотқа тартып, алаяқтықтары үшін ел алдындағы айыптық төлем ақыларын төлетіп, сатқындар ретінде оларды 7 қыр, 7 таудан ары асыра жерімізден тырқыратып қуып жіберетіндей үлкен ауқымдағы саяси мәні бар рухани реформа жасауымыз керек дедік. Неге? Өйткені іштегі сатқындар қоймай ирелеңдеп жатып, ақырындап білдірмей елімізді, ұлтымызды, қазақтығымызды бір жола жоқ қылатын қауіпті әрекеттерін жасап жатыр. Бұндай жағдайда біз қазақ атамыздың аманатын орындап, ұрпағынан кемел адам, әруақты адам жасай алмай қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан дәп қазір біз нені білуіміз керек? Зайырлығымызды, мәдениетімізді керек қылмай, кері сыпырып қойып, сол қымбат рухани құндылығымызбен бірге қосып, енді қазақ екенімізді ұмыттырып, бізді жойып бара жатқан басты қауіп қатер қайдан төніп тұр? Соны анық білуіміз керек. Ол үшін біздің алдыңғы ролигімізде сөз өткен, оны әлі көп адамдарымыз түсінбей жатқан жайды тағы ашық анықтап айта түсуіміз керек деп отырмыз. Және біздер оны тоқпақ көріп, рухани күйініп жатқан жандар ретінде, адамдар ретінде, қазақтар ретінде жетер жеріне жеткізе қатты, ащы айтуымыз керек деп отырмыз. Ұлы даламыздың ұлы рухани мәдениетін құртып жатқан жауларға барынша ащы бейнелі сөзімізді айтып, ескертіп, келген жақтарына қайтаратын кез келді. Біріншіден, біздің зайырлы деген мемлекетіміз неге әлсіз? Өйткені заң жұмыс істемейді. Мағынасын әлі жөндеу керек. Билік сумаң айыр тілді, тарғыл жылан басты,
ұры-қары, сыбайлас жемқорларға толы. Солардың өте зиянды іс-әрекеттерінің әсерінен рухани тәртіпті, борышкерлікті, ар-ұждан, ұят дегенді бәріміз мүлдем жоғалттық. Қазақ атамыздың әруақсыз артың жын болар деп айтқан сөзі дәл келіп, бүгінде әруақсыз артымыз жын болып жатыр. Яғни, айналамызбен бәріміз жын болып жатырмыз. Осындай болуымызға басты себеп араби ислам тыным таппай ирелеңдеп жүріп, ең алдымен қазақ атамыздың қасиет тұтқан әруақ атты саналық қуатына әртүрлі шабуылдарын мыңдаған жылдар бойы үзбей жасап, ақыры міне қазақ атаның ұрпағын сол қасиетті рухани ұғымынан бүгіндері айырды. Кезінде осы 1998-99 жылдар шамасында осы еліміздегі өкіметтік ақпарат бетінен, тіпті кеңес өкіметінің өзі айтпаған қорлау сөзді қазаққа алғаш мәрте ашық айтып, Бекболат Тілеухан, қазіргі оған ел таңған лақабаты боқ болат, тілеуі қан деген оңбаған, сатқын, сумаң айыр тілді, тарғыл жылан басты жәдігөй, мұрты жоқ сақалды біреу қазақтың қасиетті дейтін әруақ деген сөзі архаикалық ескі сөз, енді оны қолданудың қажеті жоқ деп, күлтөкпе қоқысына бүкіл ел жұрттың көзінше лақтырып тастаған еді. Сонда оған, ей атаңа нәлеті, тумай кеткір сумаң, айыр тілді, оңбаған, бұның не деген бір қазақ табылмады, бір адам болмады. Ал енді, сол оқиғадан кейін 25 жылдай уақыт өткенде, бүгіндері бір депутат, ақын Ринат, осы еліміздегі алаяқтықтың 80%-ын намазхандар жасайды дегенде, мұрты жоқ сақалдылар бар, басқалары бар, тығылған үңгірлерінен шыға келіп, бәрі шу-шу етіп, оны түтіп жеп қой жаздады. Ринаттың айтқан 80%-ы ол азақ қой, ал мен болсам 100% дер едім. Жалпы бұл нені көрсетеді? Ақырында қазақ елін меңдеп бара жатқан сумаң айыр тілді, жылан әріпті, тарғыл басты, араби исламның шағып жұқтырып жатқан вирусты ауруын көрсетеді. Қазір шынымен де Қазақстан емес, Мазақстан өте түсініксіз, беттерін бүркемелеген, тұмшалаған Мұсылманстан болып жатырмыз. Қазақпыз, ұлтпыз, атазаң, конституция, зайырлымыз деген түсінік айтылудан қалып барады. Орнына мұсылманбыз, Құран, хадис, шариат, Мұхаммед пайғамбарымыз деп аузынан тастамайтындар айналасын басынып, машаллах, алхамдулиллах дегенді айтатындар көбейді. Бұл сөздер тіпті мектеп, колледж, университет оқытушылары мен тәрбие жұмысымен айналысатындар ішінде де, солар оқып отқан оқушылардың ішінде де көп айтылатын болды. Қазақтықтың еш қажеті жоқ, біз мұсылманбыз дейтіндер ашық бас көтеріп жатыр. Солай бір түрлі болып, жалпы бағытымыз, дамуымыз өркениетке, білімге, жаңа технология, ғарышқа қарай емес, кері қарай кетіп, мұсылман халифаты болуға жақындап қалып отырмыз. Жапон, Оңтүстік Корея, Үнді Қытай сияқты тағы басқа ұлттық мемлекеттерге жету деген құр арман қиял болып қалайын деп тұр. Сонда осы адамның, яғни қазақтың рухани болмысын, санасын осылай басынып бүлдіріп жатқан бар пәленің сумаңдаған айыр тілі, жылан әріпі, тарғыл басы қайдан бастауын тауып шығып жатыр. Әрине, ең бірінші бар пәле осы араби исламнан. Араби ислам деген мұсылмандер деген сөз. Мұсылмандер деген араби ислам деген сөз. Айырмашылық жоқ, соны білуіміз керек. Яғни бүгінгі әлемді шуылдатып жатқан барлық терроризм, діни фанатизм, экстремизм деген адамдық тұлға, құқығымен санаспау деген ғылым, өнер, білім сияқты шығармашылық еңбекпен айналысуды харам көріп, қазақша айтқанда арам көріп,
одан елді шошыту, еліміздегі диктаторлық режим, қаңтар қырғыны сияқты тағы басқа бар пәле осы араби исламдағылардан шығып жатыр. Айналамызға қарайық. Оны бірде-бір сумаң айыртылды ақылгөйлер, биліктегі жәдігөй саясаткер жыбырлап, сипақтап, өздері түсініп білмейтін теріс дін, дәстүрлі діни ислам, дәстүрлі емес діни ислам дегенді айтып, бір жаңалық ашқандай, жол тапқандай, тапқырлық жасағандай болып, елді, қазақтығынан жаңылдырып, өздері де жаңылып, бәрін бөліп жарып, ақпарат беттерінен көпіртіп сөйлеуде. Сөйтіп, зайырлы мемлекет дегендерін ұмытып, өздері солардың ішінде сумаң айыртылды, жылан әріпті, тарғыл басты араби ислам болып жүр. Соны жақсы білейік. Бұл айыртылды ақылгөй сымақтар араби ислам деген араби ислам. Сондықтан да ол тұтасымен біздер үшін теріс, бөтен дін деп айтпайды. Неге? Неге десеңіз айта алмайды. Айтпай келеді. Сөйтіп олар елді, үлкен рухани мәдениет ошағын, қазақты құртып жатыр. Қазаққа жау болып жатыр. Онда нендей гәп бар десеңіз, әрине, онда сумаң айыр тілділік гәп, тарғыл бас жыландық гәп бар, құлтабандық құлдық гәп, қарабастық сатқындық гәп бар. Міне, бәрі анық. Осы жағдайлар әсіресе соңғы кездері көрініп білініп өте түсінікті болып тұр. Оларға зайырлылық деген, конституция деген қажет емес екеніне көзіміз жетіп отыр. Міне осындай биліктегі қаптаған өтірікші алаяқтарға ел тағдырын сеніп тапсыруға бола ма? Әрине жоқ. Әр қазақпын дейтін адам соны жақсы білуі керек. Сондықтан қайталайық. Қазақ атамыз айтып кеткен аққа құдай жақ деген негізгі рухани тұжырымды анықтаманы іс жүзінде ақ та құдайға жақ деп қорғайтын кезіміз келді. Онсыз біз ұрпағымыздан кемел адам, әруақты адам қалыптастыра алмаймыз. Біз сумаң айыртылды, жылан тарғыл басты биліктегі бөтендерді түгелмен рухани сотқа тартып, алаяқтықтары үшін ел алдындағы айыптық төлем ақыларын төлетіп, сатқындар ретінде жеті қыр, жеті таудан ары асыра, жерімізден арттарына ит салып, шуылдатып қуып жіберетіндей үлкен ауқымдағы саяси мәні бар рухани реформа жасауымыз керек. Сол саяси рухани реформамызды жасайық. Онсыз біз мақсат түзеп, айтып келе жатқан ұрпағымыздан қайталаймыз. Кемел адам, әруақты адамымызды жасай алмаймыз. Қазақ атамыздың аманатын орындайық десеңіздер, ел болып бірігейік, қолдаңыздар. Шындық періштеміз, рухани періштеміз, өнер періштеміз, ғылым періштеміз сіздерге солай айтып, солай жеткіз деп тұр. Біз соны сіздерге жеткізіп жатырмыз, құрметті әлеумет. Көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.